Бисмиллах, қалдарыңыз қалай, алтын көрермендерім, тұрақты көрермендерім. Мен бүгін осындай қойдың комплектісінен пыжы жасайтын боламын. Ең алдымен бізге өкпесі, бауыры, іш майы керек болады. Менде жүрегі болған жоқ, сондықтан осылай жасай беремін. Бізге керегі күріш, чеснок, жуа, қара бұрыш және су керек болады. Қазір қосамыз суын. Мен осыларды жақсылап турап бірінші жуып алдым. Содан кейін барып турап біз мясорубкіден өткізетін боламын. Қазір көрсетейін қалай өткізетін. Осылай өткізіп аламын. Жуаны да, чеснокты да барлығын қосып бірге өткізіп аламын. Осы мен бұжыны пакетте жасай беремін. Негізі ішекке салып жасаса өте әдемі көрінеді. Менде дәл қазір ішек жоқ болғандықтан мен пакетке салып жасай беремін. Сонда да дәмі күшті, керемет болып шықты. Сіздерде ішек болмаса осылай пакетке салып жасай берсеңіз болады. Енді мен осы барлығын жақсылап өткізіп алдым да, сосын күрішімді жақсылап суға жуып алып, осылай қосатын боламын. Сосын өз қалауыңыз бойынша тұзын, бұрышын сала бересіздер. Мен бұрышты осылай салдым. Бұрышын көп салса өте дәмі күшті, керемет болып шығады. Сіздер өз қалауыңыз бойынша саласыздар. Енді мен барлығын жақсылап салып алдым. Енді жақсылап араластырып аласыздар. Содан кейін барып манағы суымызды құйып, жақсылап араластырып осындай пакетке салатын боламын. Осылай салып аласыздар. Пакетті орағанда қатты нығыздап орамайсыздар, өйткені ішінде күріші болғандықтан ол жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан өте боста емес, орташа етіп орайсыздар. Сіздерде осындай ішек болмаған жағдайда осылай жасауға кеңес беремін. Жақсы піседі. Дәмі де өте керемет болып шықты. Қорықпай жасай берсеңіз болады пакетпенде. Енді осы пакетіміздің екі жағын жіппен жақсылап орайсыздар. Міне екі жағын орадым. Осындай болып шықты. Міне барлығын осылай орап шықтым. Енді біз осыны суға пісіріп аламын. Менде осындай кастрюль, осы кастрюльге менде тек екеуі ғана сыйды. Екеуін саламын. Қалғандарын басқа ыдыста, үлкен ыдыста пісіріп алдым. Осылай пісіріп аласыздар. Қыздар, осы бір қайнағаннан кейін инемен тесіп жібересіздер. Енді міне дайын болып қалды пыжымыз. Осындай әдемі болып, өте жұмсақ болып пісіп шықты. Міне дайын болып қалды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі де өте керемет болып шықты. Сау болыңыздар.